Зейнетақы қоры салымшының алдында қандай міндеттер мен жұмыстарды атқаруға тиісті? Ал салымшының міндеті қандай? Қарапайым құқықтарыңызды қаншалықты білесіз? Бүгінгі хабарымызда осы мәселелерге басымдық бермекпіз. Сәния Османалиева жергілікті байланыс компанияларының бірінде аға механик болып жұмыс істейді. Зейнетақы шотындағы жинағы мен инвестициялық табысы туралы біліп, сұрастырып отыратын сауатты салымшы. Жақын арада алғашқы декреттік демалысқа шығады. Осыған орай бала күтімі мен үйде отыратын әйелдің құқықтары туралы толық білгісі келеді. Мен декретте отырғанда, менің зейнетақы шотыма жарна аударылады ма? Және кім аударады? Қанша мөлшерде, қай кездерде төленеді? Соны білгім келеді. Бұл сауал көптеген қыз-келіншекті мазалайтын мәселе десек болады. Бір айта кетерлігі, ер азаматтарға қарағанда әйелдер болашақ зейнеткерлік туралы көбірек ойланады екен. Әр адамның өзінің арманы болады. Бала-шағамды өсіріп, зейнетке шығып, және де өзімнің кейінгі болашақта немерелерімді әр мемлекетке қыдыртқым келеді. Сол себептен қазіргі зейнетақымның жай күйі не болады, сол алаңдатады. Біз Сәния Османалиеваның сұрағына маманнан жауап алдық. Декретке шыққан салымшының құқықтары туралы тасқа таңба басқандай жауап берді. Бала күтіміне байланысты айлық табысынан айырылған әйелдер қауымының пайдасына осы баласы бір жасқа толғанға дейін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті зейнетақы жарналары аударылып тұрады. Бюджет есебінен субсидияланатын бұл жарналарды азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы жүзеге асырады. Декрет мәселесінен кем емес деңгейде көпшілікті қызықтыратын тағы бір мәселе зейнетақы жинағын алдын ала шешіп алуға қатысты екен. Егер рұқсат етілсе, жерлестеріміздің жинаған қаржыларын жұмсайтын жері жеткілікті сияқты. Тұрғын үй сатып аламын, көлік сатып аламын. Сосын депозитке салу мүмкін, ақшаның үстіне ақша қосылып тұру үшін. Бала-шағама бірдеңе алу мүмкін. Егер әкімшілік беріп жататын болса, жоғары жақтағылар алып баспаналар едім. 6 баламенен қазір баспанасы жүрмін. Қуана-қуана әкімшілікке рахметімді айтар едім. Балаларыма әкеп берем. Олар неге жаратады, неге жұмсайды, өздері біледі. Қалағаныңды ал деймін, болды. Қорға қайта сала салып, жұмсамай. Кейін зейнеткер болғанда мен де өмір сүруім керек қой бір нәрсеге. Оны сақтап қоятын. Осы жаққа жұмсамайтын. Жиналған жинақты мұндай қажеттіліктерді өтеуге жұмсау туралы ұсынысқа бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының мамандары не дейді? Сұрап көрейік. Ағымдағы заңда қордағы зейнетақы жинақтарын несиені өтеу немесе үй сатып алу, оқу ақысын төлеу мақсаттарында зейнетақы жинақтарын мерзімнен бұрын алу қарастырылмаған. Яғни зейнетақы жинақтарын заңда көрсетілген жағдайда туындаған сәтте ғана беріледі. Дегенмен де қазіргі таңда зейнетақы жүйесі өте қарқынды дамып келеді. Салымшылардың сауалдары, өтініштері және ұсыныстары қарастырылып талқыланады. Әйтсе де шотындағы ақшасын алдын ала алуына болатын жағдайлар бар. Зейнетақы жинақтары ай сайын ең төмен зейнетақы мөлшерінен кем емес төлемді қамтамасыз етуге жеткілікті болған жағдайда 55 жасқа толған ерлер, 50 жасқа толған әйелдер өздері үшін міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары кемінде күнтізбелік 60 ай төленген 50 жасқа толған азаматтар өздері таңдаған сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті шартын жасасу арқылы зейнетақы төлемдерін ала алады. Сондай-ақ мүгедектігі мерзімсіз болып белгіленген бірінші және екінші топтардағы мүгедектігі бар тұлғалар және Қазақстаннан тыс жерлерге тұрақты тұруға кету фактісін растайтын құжаттар ұсынған шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың зейнетақы төлемдерін алуға құқығы бар. Менің білейін дегенім, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті зейнетақы жарнасын төлеуден кімдер босатылады? Соны білейін дегенім. Ай сайын айлығының 1/10 зейнетақы қорына аударудан босатылған топтардың бары рас. Яғни зейнеткерлік жасқа толған азаматтар, мүгедектігі мерзімсіз болып белгіленген бірінші және екінші топтағы мүгедектер, әскери қызметшілер, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдары мен мемлекеттік фельдгерлік қызметтің қызметкерлері, сондай-ақ арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу және нысанды киім киіп жүру құқықтары. 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап күшін жойған адамдар және еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алушылар міндетті зейнетақы жарналарын төлеуден босатылады.
Өмір болған соң түрлі жағдай болады. Зейнет жасына жетпей салымшылар өмірден озып жатады. Мұндайда жылдап жинаған қордағы қаржы ары қарай кімнің меншігіне өтеді? Осы мәселені анықтасақ. Қордағы ақшаның о бастан иесі салымшы, яғни ол жердегі әрбір теңге салымшының жеке мүлкі болып табылады. Сондықтан шоттың қожайыны көз жұмғанымен ақша мемлекеттің меншігіне өтіп кетпейді. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ол ақшаға иелік ете алмайды. Зейнетақы жинақтары бұл да мұрагерлік мүлікке кіреді. Осы мұрагерлік мүлікті алу үшін, мысалы, зейнетақы жинақтаушы қорынан мұрагерлері нотариусқа келіп, 6 айдың ішінде арыз жазады, адам қайтыс болған сәттен бастап. Осы өтініш бойынша нотариус жаңағы мұрагерлік іс ашылады. Мұрагерлік іс бойынша жаңағы керекті құжаттарды жинап, туысқандықтарын дәлелдеп, бәрі құжаттарын жинаға сон, 6 ай өткен соң мұрагерлікке құқығы бар деген куәлік беріледі нотариуспен. Егер де 6 ай уақыттың ішінде нотариатқа жүгінбеген уақытта, онда сотқа жүгінуге тура келеді. Зейнетақы аударымдарының мұрагері өсиет немесе заң бойынша жүзеге асырылады. Өсиет болса, өсиет алушы жаңағы өсиетті келеді біріншіден, содан кейін туысқандығы көрсетілген болса, туу туралы куәлігін, мысалы, баласы болса, немесе ерлі зайыпты болса, ерлі зайыптылық некесін алып келсе болады. Тағы басқа, мысалы, өсиет бойынша ол, мысалы, бір жолдасына беруі мүмкін, тағы басқа адамдарға беруі мүмкін. Ол кісілер жаңағы өсиет бойынша келіп, нотариуске өзінің жеке басын дәлелдеп, жаңағы мүлкін алуға болады. Мұрагерлікке құқығы бар тұлғалардың толық тізімі Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінде көрсетілген. Тағы да бір айтып кететініміз, жаңағы зейнетақы жинақтары адам қайтыс болған кезде жерлегенге арналған республикалық бюджеттен төлемі бар көрсетілген. Сол төлемді мұрагерлер барып, адам қайтыс болған сәттен барып ала алады. Айлық есептік көрсеткіштің 52,4 еселенген мөлшерінде бір жылдық жерлеуге арналған төлем төлейді. Биыл бұл сома 118.896 теңгені құрайды. Бірақ бұл сома жеке зейнетақы шотында жатқан қаражаттан аспауы тиіс. Егер жерлеуге арналған бір жылғы төлемнен кейін шотта қалған ақшаның сомасы ең төменгі зейнетақы мөлшерінен төмен болса, яғни бұл сома жерлеуге арналған төлеммен бірге қосылып төленеді. Яғни бұл мәселеде салымшының құқығы қорғалады деген сөз. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын және ерікті зейнетақы жарналарын қабылдайтын, зейнетақы төлемдерін жүзеге асыратын, зейнетақы жинақтарының жай күйі туралы ақпарат беретін акционерлік қоғам ретінде құрылған жалғыз акционері Қазақстан үкіметі болып табылатын коммерциялық емес ұйым. Ал салымшы зейнетақы қорында жеке зейнетақы шоты бар жеке тұлға. Енді осы қос тараптың міндеттері мен құқықтарының ең негізгілерін айта кетейік. Бірінші, еңбек етуші әрбір азамат зейнетақы қорына ай сайын тапқан табысының 10%-ын аударып отыруға міндетті. Ал бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры міндетті және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын тартуға міндетті. Екінші, салымшы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдерін алуға құқылы. Ал зейнетақы қоры зейнетақы жинақтарын есепке алуға және төлемдерін жүзеге асыруға міндетті. Үшінші, салымшы өз зейнетақы жинағын көбейту мақсатында ерікті жарналар аударуға құқылы. Ал бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыларға жинағының жай күйі туралы ақпаратты тегін беруге, ол ақпараттың құпиялығын қамтамасыз етуге, салымшыларға өтеусіз кеңес беруге міндетті. Міне бүгін салымшының құқықтары мен зейнетақы қорының міндеттерін айқындап алдық. Мәліметтер кәдеңізге жараса, бізге сол мәртебе. Заңды тұрғыдан сауатты болайық, ұмытпайық, берекет кілті бейнет.